Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін қазақ қоғамында жиі талқыланып жүрген, бірақ әлі де нақты бір бағасын алмаған тақырып түркі интеграциясы жайында сөйлесеміз. Бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Менің оң жағымда белгілі саясаткер Дос Көшім және сол жағымда белгілі журналист Асқан Мамашұлы. Қош келдіңіздер. Соңғы жылдары түркі мемлекеттер ұйымы құрылып, саммиттері жиі өткізіліп жүр. Бұл саммиттер өткеннен кейін бізді жалпы қазақ қоғамында түркі одағы құрылу керек деген сияқты бастамалар да көтеріле бастайды. Жалпы қалай ойлайсыздар? Осы түркі интеграциясы Қазақстан үшін бір нақты стратегиялық мүмкіндік пе, әлде жай ғана бір символикалық ұран ғана ма? Дос мырза, сізден бастасақ. Символикалық ұран деп айта алмаймын да, бұл осыдан 100 жыл бұрынғы басталған пантүркизм деген сондай сөз шығатын тұғын. Жалпы түркі әлемінің халықтары мемлекет болған бастарын біріктіру жөніндегі мәселе бұл 20-шы жылдары көтерілген мәселе тұғын. Бірақ өкінішке орай ол уақыттардағы жағдай белгілі, жаңағы бірінші дүниежүзілік соғыс, екінші дүниежүзілік соғыс ол мәселе көтерілген жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін бұл мәселе қайталап көтеріле бастады. Сондықтан мен ойымша бұл болашақта жүзеге асатын арман шығар. Бұл бәріміздің бір туысқандық, қандық жағынан шындығында да жүзеге асуға болатын мәселе. Бірақ дәл қазіргі кезде жақын арада қазіргі жаңа өзің айтып жатқан көптеген бір үміттердің, көптеген жаңа пікірлердің көпшілігіне мен сыни көзбен қараймын да. Шынымен бұлардың бастары, бұл осы мемлекеттердің бастары шындығында құрылымдық деңгейде бірге қоя ма? Бұнда менің көптеген және күмәнім бар, шынын айту керек. Асқан мырза, сіз не ойлайсыз? Осындай әңгіме әрқашан шығып жатыр кейін кезде да. Осы түрік мемлекеттерінің бірлігі сұмдық керемет дамып жатыр қазір деген сияқты. Мен осыны кейде бізде неден көремін да, телевизордан көрсетіп жатады кешке Түркияның президентін қарсы алып жатады, біздің президент Түркияның президенті қарсы алып жатады, оны сән салтанатпен қарсы алады да, осының бәрін түрік халықтарының бірлігі деп көрсетеді. Бір ғана президенттің барып қайтқаны сол түрік халықтарының бірлігі сияқты көрінеді. Енді мен кеше ғана өзім осы неден көрдім, газеттен. 90-шы жылы маусым айында осы Совет одағы тарамай тұрған кезде әлі, маусым айының 90-шы жылы осы Орта Азия республикалары бірігіп, бұдан кейін бірге боламыз, экономикамызды, мәдениетімізді бірге дамытамыз деп қол қойған екен. Суреттерімен тұр. Сол кезде сосын астындағы мәтінді оқыдым. Оқысам жаңағы тура қазір әңгіме айтылады екен да, сол кезде ше. Міне өйтейін деп жатырмыз, енді Құдай қаласа өзіміз бірге боламыз, әрі қарай бірге дамимыз деп. Жоқ қой сол, ештеңе өзгерген жоқ. Сол кезде қалай әңгіме айтылды, қазір де сондай әңгіме айтылып жатыр. Бір арманда жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, арман бұл әзірге ше. Мен сондықтан бұны соншалық жүзеге асыра қоятын нәрсе деп ойламаймын. Оған кедергі жоқ қой. Ал жалпы қалай ойлайсыздар? Осы бізден өзіңізге қазір енді мысалы Әзербайжанда осы түркі мемлекеттер ұйымының кезекті саммиті өтіп жатыр. Бізде енді әлеуметтік желіні алып қарасақ, соның ішінде Фейсбукта қайтадан жаңағы пікірлер жаңа айтқандай жазыла бастады. Түркі одағы құрылатын кез келді деген сияқты түркі мемлекеттер ұйымы. Бұл бізге осы түркі интеграциясы экономикалық тұрғыдан қандай да бір пайдаға келе ма? Қалай ойлайсыздар? Бұлайда жаңағы алғашқы сұрағын жалғастырып кетейін мен. 93 жыл ұмытпасам түрік ассамблеясы құрылды. Бұл төменгі жақтан құрылды да, былайша айтқанда жай қарапайым ұйымдар, бірін іздеген әрбір мемлекеттің жаңағы түркшіл азаматтары сөйтіп үлкен түрік ассамблеясы болды. Ұмытпасам 93 жылы бірінші съезі болды. Екіншісіне мен Қазақстан делегациясын бастап бардым. 40-қа жуық адам. Себебі азат қозғалысы болған кірген ассамблеяға, сондықтан азат қозғалысының басшысы болу керек деді. Қасен Қожахмет барамай қалып құжат жөнінен. Сонымен мен бастап барып Измирде өтті. Үлкен болып өтті. 28 ел ұмытпасам. 28 туымызды алып бардық, жер алып бардық, су алып бардық. Енді бізге хабарлады ғой. Шынымды айту керек, туды таба алмадым да. Зорға деп әйтеуір бір жолдасымның мекемесінің сыртындағы туды алуға тура келді. Ол уақытта ту жоқ, 98 жылдары ту жоқ сатылатын қазақтың туы. Сонымен сол жерге барып үлкен отырыс болды. Тансу Чилдер сөз сөйледі. Келіп, ол уақытта премьер-министр әйел. Сол уақыт есімде түріктердің бәрінің айқайлап жатқаны Тансу ұлтшыл башбақан деп. Басбақан деген премьер-министр екен сол уақытта. Сондай сөз. Сол уақытта бір бәрімізде де бір эмоция болды, бәрімізде де жаңағыдай бір арман болды, ой болды, шындығында да бас біріктіру басталған шығар деген. Бірақ кейіннен ол да тоқталды. Мен 3-ші съезі болды ма, болған жоқ па? Мен енді 2-ші съезіне ғана қатыстым. 6 күн болды. Қасен Оралтай күтіп алды, бізді бірге болды 6 күн бойы. Сол уақыттарда осы мәселелер қайталап көтерілді. Жаңа айтқандай, әрбір мәселеде ойбай енді басымыз біріккен шығар, біз түбі бір туысқан түрік еліміз деген мәселелердің бәрі басы көтерілді.
Бірақ жаңағы экономикадан бастайық, экономикалық жағынан болсын, басқа жағынан болсын, біздер қазір осы сол елдермен тек қана екі жақты келісіммен жұмыс істеп жатырмыз да. Кейбір елдермен белгілі бір ұйымның ішіндеміз, мысалы, жаңағы қырғыздармен Евразиялық ұйымның ішіндеміз. Біздердің әрқайсымыз әртүрлі, не дейміз, блок дейміз ба, әртүрлі одақ дейміз ба, соның ішінде жүрміз. Өкінішке орай да. Сондықтан менің өз басым экономикалық бір бірлестік, бірге жұмыс істейтін үлкен бір бағдарлама арқылы жұмыс істеп жатқан түрік елдерін мен көрген жоқпын. Бірақ алдарына сондай мақсат қойып отыр. Осы жолы біздің президентіміз де ол туралы айтып кетті, экономикалық интеграция жөніндегі мәселені. Бірақ біз бұл жерде меніңше экономистер жауап беретін шығар. Шындығында да біз бірімізге біріміз алып беретіндей, бірімізді біріміз не дейді, тиімді түрдегі сауда жасайтындай экономикалық мүмкіншіліктеріміз бар ма? Егер Қазақстан шикізатты ғана негізгі не ғой, сыртқа шығаратын шикізат değil болса, ондай шикізат басқаларда да бар болуы мүмкін да. Біз амал жоқ онда сондай шикізатқа зәру елге шығарамыз ғой, мысалы қазір Германияға беріп жатырмыз, басқа деген сияқты. Сондықтан ол жөнінен де менің ойымша үлкен бір сұрақ қалды. Қандай интеграция жасалу керек, сол интеграцияның негізі бар ма? Шындығында да біз бірімізге біріміз алып беретін басқа елдерде жоқ, әйтпесе басқа елдерден гөрі бізге керекті мәселелерменен экономикалық тұрғыда тиімді байланыс жасай аламыз ба? Мен өз басым оны көріп отырған жоқпын. Демек бұл жалпы жүзеге асу екі талай жоба деп ұйым деп айтуға болады. Болашақта жүзеге асатын шығар, дәл қазіргі кездерде болмайды. Оның енді әртүрлі не дейді жаңағы себептері бар. Оған біз енді кейінірек келетін шығармыз. Неліктен жүзеге аспайды деген егер сұрағың болатын болса. Әзірше мен оны көріп отырған жоқпын. Мақсат бар, ұмтылыс бар. Әсіресе билік тарапынан емес, халықтың тарапынан. Мен кей уақыт ойлаймын да, билік осы бір ойын есебінде пайдалана ма? Бізді бір риза қою үшін. Көрдіңдер ме, біз түрік бірлігін жасайын деп жатырмыз. Көрдіңдер ме, оның ішіндегі атасы Қазақстан екен. Міне мынау біздің бастығымыз, мынау біздің мемлекетте мынандай нәрсе өткізейін деп жатырмыз. Жаңағы түрік елдерінің ынтымақтастығының куәсі есебінде, көрінісі есебінде деген мәселе кей уақытта біздің қоғамда бір алдар қатып қоятын сияқты, бастарымыздан сипап, міне біздің алдымыздағы мақсатымыз түрік елінің бірігуі, біз соған барымыз салып жұмыс істеп жатырмыз дегендей. Бірақ нақты көрінісі қолмен ұстап көзбен көретін байланысты әлі көрген жоқпыз. Жалпы қалай ойлайсыздар, осы түркі интеграциясы бар, жалпы одан кейін Қазақстанға нақты бір қайсысын тиімді деп айта аламыз? Осы түркі интеграциясы ма, біз Еуразиялық экономикалық одаққа мүшеміз, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бар. Жалпы осылармен салыстырған кезде Қазақстанға қайсысы тиімді деп айта аламыз? Былайда одақ көбінесе аймақтық деңгейде құрылады. Не болмаса одақ белгілі бір саяси тұғырнама дейміз бе, саяси көзқарас дейміз бе мемлекеттің, сол негізінен екі түрлі құрылады. Мысалы НАТО бұл енді саяси көзқарас бойынша құрылған әскери блок дейік. Ал көптеген жерлерде Евроодақ болсын, басқа болсын, әйтпесе ASEANдар болсын, басқалар болсын, бұлар аймақтық деңгейде біріне бірі қатар жатқан елдер бірге дамиды да. Олар біріне бірі мүмкіндік береді, жаңағы дейді, өзінің жерінен кесіп өтуге, әйтпесе теңізге шығуға деген сияқты мүмкіндік береді. Бұл әсіресе экономикалық интеграцияға аймақтық деңгей өте жақсы. Және әскери жағынан да аймақтық деңгейде болған дұрыс та. Бәріміз бір жерді қорғаймыз, аспанымыз бір, жеріміз бір, территориямыз бір деген сияқты. Бізде осы екеуі де, мысалы енді түрік ынтымақтастығында осы екеуінде мен өз басым көріп отырған жоқпын да. Не Евроодақ сияқты, не дейді, бір мемлекеттік деңгейдегі одақ құру мәселесі, мен ойымша олар керекті айтылып та жатқан жоқ, ең қызығы. Ондай мәселе айтылып та жатқан жоқ, ол туралы мәселе көтеріліп те жатқан жоқ. Және мен ойымша ең басты жаңағы кемшілігіміз бе, ең басты ұстап тұрған бөгетіміз бе, бұл біздің жаңағы биліктің сол баяғы тоталитарлық, авторитарлық жүйеде қалған деп ойлаймын өз басым. Ондай мемлекеттер орта өгізден оңаша бұзау. Бұрын кеңес үкіметінде отырдық па, енді жеке мемлекетім бар, енді ешқайсының қасына жоламайын. Бірақ халық ойбай біз түбіміз түрік еліміз дегеннен кейін барып, имидждік бағытпенен жаңағы өзі айтқандай жайлап жаңағы көрініс беріп отырады анда-санда. Бірақ енді осы уақытқа дейін ең болмаса Украинадағы соғыстан кейін барып әскери блок құруға шамамыз келе ме? Келмейді, себебі біз ОДКБ-де отырмыз, анау НАТО-да отыр деген сияқты біздер бөлек-бөлек ел болып отырмыз. Досаға, осы бар ғой, осы әскери блок деген әңгімеңізден шығып отыр. Жалпы халықтың қазір осыған ықыласын алып отырғаны осы Ресейдің Украинаға басқыншылығынан кейін ғой негіз. Иә, біз кіммен бірге боламыз деп па? Енді мыналарға қайтпай отырсыз, береміз бізге кірсе деген сияқты. Содан туған нәрсе халықтың аңсары ғой былай қараған кезде. Енді оның үстіне алдында Әзербайжанға көмектесті Түркия. Оны көргеннен кейін бізді қорғап қала ма деп осылар көмектесе ма деген бір ой бар. Біз бір ауыз сөз айтқан жоқпыз сол уақытта. Айтқан жоқпыз оны. Тек қана Түркия көмектесті, біздер бір ауыз сөз айтқан жоқпыз. Сондағы түрік бірлігіміз қайда сонда? Неге көрінбеді сол уақытта түрік бірлігінің көрінісі?
ең болмаса экономикалық гуманитарлық бағыттағы бір көрініс болған жоқ. Мемлекет жаңа айтқан жоқ, міне 5 ел, біз түрік еліміз, біздің бір жерімізді Қарабақта алар алып қойды, Әзербайжан осындай жасап жатыр, жаса Әзербайжан деген нәрсе. Оны айту үшін мысалға Еуразиялық экономикалық одақтан шығу керек. Мысалға Армения барған үшін деді. Армениямен одақтаспыз. Әзербайжанмен көңіл жақынбыз да, бірақ ол да қалай болды? Бір-біріне қайшы ғой барлығы. Сондықтан ондай нәрседе көмектесе алмайды, айта алмайды. Сосын жаңағыдай халықта үміттеніп отыр да қазір ше. Егер андай жағдай болып қалса, біз осы түркі елдері көмектеседі, бір-бірімізді қолдаймыз сияқты. Сонымен Тұран армиясы деген идея шықты дейсіз. Тұран деген тағы шықты. Ол бәрі қиял ғой негізі. Мысалы Ресей істетіп қойып отырмайды оны. Жақсы істеген келсе, онда Еуразиялық экономикалық одақтан шық. Сосын жаңағы ОДКБ-дан шық. ОДКБ-ға мүше болып алдың, одан шығу өте қиын да, екеуінен де шығу өте қиын негізі. Ал соның ішінде отырып, сен басқа біреумен одақтасам деген нәрсе бір-біріне қайшы ғой ол. Сондықтан онда үміттенбеу керек. Бізді Түркия көмектеседі екен, құтқарып қалды. Бір-екі снарядын жіберетін шығар жіберуге, көмектесем десе. Бірақ басқаша шамасы келмейді. Көмектеспейді да. Біреу үшін біреу соғыспайды. Сосын мысалға қараңыз, Әзербайжан бар соның ішінде да. Әзербайжан не үшін Қазақстан үшін соғысады деп ойлайсыз мысалы. Біз Әзербайжан үшін соғысқа кеше барып соғысқан жоқпыз. Біз бір ауыз үн қатуға шамамыз келген жоқ. Ел басына күн туса, ертең Әзербайжан келіп бізді қорғай ма? Түркия келіп бізді қорғайды деген мен сенбеймін енді. Ана бір-екі жаңағы несін жіберу мүмкін ары кеткенде дрондарын. Болды. Бірақ менің есіме түсіп отыр да, 92 жылы ма ұмытпасам, 92 жыл болу керек. Наурыз кезінде жәшіктер қойып ақша жинадық біздер. Неге дейсің ғой? Неге Әзербайжанға соғысқа барамыз деген адамдар болды да қазақтар. Соны Хасен Қожахмет бастап 17 адам барды Бакуға. Соғысамыз, өзіміздің өмірімізді береміз Әзербайжан халқы үшін деп. Білмеймін, ішінде 2 қырғыз ба болды, басқасының бәрі қазақтар енді Хасен Қожахмет. Сөйтіп ояқта Әбу-Фазил Шибеймен кездесіп, олардың соғысқа жіберген жоқ, олар соғысқа барды кәдімгідей. Қорғаймыз деп. Енді еріктілер дейді ғой, енді еріктілер мәселесі, бұл адам құны жатады. Бұларды негізінен жаңағы үгіт насихат жұмысына пайдаланды, кездесулер жасап, тағы басқа деген сияқты. Сөйтіп мен бір айдай болып па қайтып келдім. Ең қызығы осыны, мен одан кейін Әзербайжанға 2000 жылы бардым, сайлауды бақылауға. Білмейді Әзербайжан азаматтары. Мен айтсам, шынымен солай болды ма? Мен айттым, иә, біздің қазақтар сояққа өздерінің өмірлерін қиып, жаңағы Қарабақ соғысына қатысуға барды 17 адам. Міне Хасен Қожахмет бастап деген нәрсені. Керек десеңіздер, соның өзін, не дейді? Қазіргі кезде мысалы осындай деректердің өзі пайдалану керек қой. Иә. Жаңағы соғыс кезінде, тағы бір кезінде ондай нәрсені айғайдан біздің мемлекет өлсе де пайдаланбайды. Ол білмейді ғой. Ол білсе пайдаланады еді. Білсе міндетті түрде пайдаланады. Кезінде осы Қарабақ үшін біздің біраз азаматымыз, боздақтарымыз қан төккен деп айтады. Оны білмейді. Соны Әзербайжанның журналистері де білмейді екен, өкінішке орай енді. Сосын тағы бір кереғарлықты байқаймын да, осы мысалға Түркиямен қарым-қатынасымыз жақсарып жатыр, жаңағыдай ұйым құрып жатыр ғой енді. Ұйымның несінде жұмыс істеп жатыр. Бәрі дұрыс сияқты да. Осы алдыңғы жыл ма бір оқиға болды. Осы Тоқаев Донбассқа байланысты бір мәлімдеме жасады ғой. Иә. Сол мәлімдемесінде айтты емес пе, біз Донбассты, Луганскты мойындамаймыз деді. Сепаратист үйін деп қараймыз деді. Бір геологтар несі бойынша айтты, енді осы дұрыс да. Енді мойындауға болмайды ғой шынында да. Оны айтты, ашық айтты, жақсы, дұрыс. Артынша неге барды? Жаңағы түрік мемлекеттердің бірлескен отырысына барды. Ол жақта Ердоған шықты. Мына жақта менің інім бар еді, кішкентай, солтүстік Кипр деген. Оларды мойындап берсеңдер, бірге болсақ бәріміз деп айтты. Ал енді соны Тоқаев сол кезде мойындамады соны. Оны бірақ ресми баспасөзде үлкен неге айтқан жоқ. Бірақ сол кезде мен басқа нелерден көріп қалдым. Тоқаев оған ықыласты болған жоқ. Егер сол кезде Түрік Республикасын ол мойындайтын болса, онда Донбасс пен Луганскты да мойындау керек болады ғой. Көрдіңіз бе? Тоқаев енді ол жағын біледі ғой. Сондықтан жоқ, біз Түрік Республикасын, Кипр Түрік Республикасын біз мойындай алмаймыз деп айтып еді. Артынша суреттері шықты неде. Қарасам Тоқаев бір жақта жүр, қалғандары Ердоғанның жанында жүр да. Демек араласында салқындық пайда болады. Ол болатын нәрсе ғой, адами нәрсе ғой. Бірақ осы жолы Бакудағы осы кеше болғанда солар бақылаушы есебінде қатысыпты. Енді қараңыз, солар бақылаушы болып отыр ғой қазір. Иә. Енді қараңыз да, мысалға Донбасс сөйтіп бақылаушы болып қатысып отырса қалай болады? Иә. Бұл дұрыс нәрсе емес қой. Ол не мойындалу керек, не мойындалмау керек қой. Мойындалмаған республиканы әкеп сіз бақылаушы болып қойдыңыз. Ол қойып отырған ғой Ердоған. Мынау менің адамым осы жерде отырады деп отырсыз қойды, да? Бізгер көніп отыр. Демек бұл деген сөз ұйымның ішінде өзінде кереғарлық бар деген сөз да.
Өмір мойындай алмайсың ол енді Түрік Республикасын, Кипр Түрік Республикасын мойындай алмайсың. Егер мысалы осы түркі интеграциясы жалпы ұйым дейміз ба, одақ дейміз ба, қалай атасақ та, егер жүзеге асып жатқан жағдайда, мысалы құрылатын болып жатқан жағдайда, Ресей мен Қытай қысымы одан сайын күшейеді деп айта аламыз ба мысалы? Мен кейде өзім ойлаймын, Қытай бір қатты реакция бермейді да. Ол тым үлкен мемлекет қой, тым ұлы мемлекет та. Экономикасы, сұмдық үлкен, халық үлкен, ол сіздің анау-мынау ұйымдарыңызға жарайды, өздерің мүлде деп айтатын шығар деп ойлаймын. Бірақ олардың да реакциясы болады ғой бәрібір. Ресейге ол үлкен бір минус болатыны анық біріншіден. Себебі онда жаңағы айтқан біздің енді арманымыз дейік па, мақсатымыз дейік па, Евроодақ, кедендік одақ, ОДКБ-ның мәселесі ыдырауы әбден мүмкін. Егер шынымен сондайға баратын болса, түрік мемлекеттері бірігіп белгілі бір одақ құратын болса, ол аңлаяқтан шығуға тура келеді. Жаңағыны бәрін айтып жатырмыз ғой, қалай екі жаққа бірдей. Біріне бір қарама-қарсы бағыттағы екі жақ одақ бола алмайды ғой. Оның белгілі бір саяси бағыттағы бірлескен одақ болу керек. Сондықтан Ресей шынымен бұдан секем алады. Әсіресе жаңағы түрік мемлекеттерінің бір басын құрып шындығында да одақтық деңгейге жететін болса, Қытай онша әсер етпейді Қытайға ол мәселенің. Қытайдың енді ішіндегі тек қана мынау Синьцзян жағындағы ұйғыр қазақтарға сәл-пәл де болса бұл күш береді, қолтықтарына су бүркеді деп қорқуы мүмкін. Бірақ оған ешқандай бір не бермейді. Ал Ресейде шынымен Ресейге ойлануға тура келеді, шынын айту керек. Себебі қазір Украинадан кейін енді Беларусьті қойшы, қастарына бірге жүрген ағалы інілі сияқтылар ғой. Қазір тек қана осы Орта Азия мемлекеттері ғой. Грузияны да былай итеріп қояйық. Ол бүйтіп жүрген нәрсе. Армения кетіп бара жатыр өзінен өзі. Сонымен Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан жағы, оның ішінде Өзбекстанды өзімен өзі, Түркменстан керек десеңіздер, түрік мемлекеттер одағына да кірген жоқ. Ол да бақылаушы болып жүр. Өйткені ол өзін Швейцария сияқты нейтрал мемлекет біздер жариялағаннан кейін барып па, ол түрік мемлекеті есебінде да кіре алмай, кіргісі келмейді, не екенін қайдам. Жаңағы Өзбекстанның президенті Ислам Каримов осы өлгенше, осы өлетінен алдында сәл-ақ бір 3-4 жыл бұрын ба, сол кезде барып қатысты жиынға. Баяғыда мүше айтпесе олар. Бір жиынына да барған жоқ. Сосын жаңағы мысалға Әзербайжан мен Арменияның қақтығысы кезінде кеше татуласты ғой енді олар. Сол татуласқан кезде соған Ресейдің реакциясын көрдіңіз бе, қандай оған? Жақтырмайды. Өйткені бүкіл әлем шулады, бітті, Ресейдің күні бітті, Кавказда, оңтүстік Кавказ бітті қалай? Ол жақта бітті, ол Әзербайжаннан айырылды. Бірақ Әзербайжанға қатты нәрсе айтылған жоқ, өткен себебі артында Түркия тұр ғой. Түркия тұр, ал біздің артымызда кім тұр? Біздің артымызда Құдайдан басқа ешкім жоқ дейсіз. Ата-бабаларымыздың аруағы қолдасын дейміз де. Ата-бабамыздың аруағынан басқа ешкім жоқ. Сол кейде таңғаламда мысалға кез келген нәрсе өзінің былай деңгейден басталады ғой. Егер одақ құрғың келсе, бір жақындасқың келсе, дос болғың келсе, ең бірінші тұрған Қырғызстан ғой негізі. Қырғызстанмен менталитетіміз бірдей, мінез құлқымыз, біреуді жамандағанымызда, мақтағанымызда бәрі бірдей. Әнімізде, сөзімізде бірдей, өзгеріс жоқ. Тек ана алфавитке байланысты тілімізде алшақтап жатыр қазір. Бірақ барлығын түсінеміз де бір-бірімізді. Өте жақын мемлекет, осы мемлекетпен бір қоян қолтық етене араласып кетсек, егер біз бір жақын одақ сияқты, ол басқаларға үлгі болады мысалы. Содан кейін өзбектермен де жақындай бастайсың. Біз ең жақын қырғыздармен қатты араласа алмайтынбыз ғой. Олардан су сұрайтын болсақ, кәдімгідей делегация жіберіп, қиылып отырып су бересіңдер ма деп. Олар сосын мұнайын сұрайды деген сияқты. Сондай бір саудаласамыз да, достықтың өзі бір сатулы сияқты екі ортада. Солай көрінеді. Енді бұның негізгі нәрсе шешілетін менің ойымша бір-ақ нәрсе да, бұл билік қазірге да, мынау мейлі ол Тәжікстанның билігі болсын, Қырғызстанның билігі болсын, Тәжікстан қатысы жоқ қой, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Қазақстанның бұрынғы кеңес үкіметінен келе жатқан тобы әлі ұстап тұр ғой енді 35 жыл бойы солар, сол коммунистік партияның мүшелері енді. Аттарын 10 рет ауыстырсын бәрібір. Олар кетпейінше белгілі бір ұрпақ дейміз бе, Совет үкіметіндегі бастаушы болып қалған ұрпақ. Олар кетпейінше бұл мәселе мүлдем жүзеге аспайды деп ойлаймын өз басымша. Жаңа топ, жаңа саяси күш келіп, және әсіресе соның ішінде ұлттық бағыттағы бар саяси күштер келіп қана бұл мәселені шешуі мүмкін да. Қазір тек қана ниетіміз дұрыс деген қана мәселе қалып отыр. Иә, біздің қанымыз бір, иә, біздің жаңа не дейміз, ойымыз, мақсатымыз бір. Бірақ біз бөлек-бөлек мемлекеттеріміз болып әлі қала береді. Сондықтан жаңағы айтқан имидждік жоба дейміз ба, жоқ әлде халыққа деген бір көрініс ба? Жалпы енді осы
түркі интеграция жалпы түркі ұйымының қандай да бір кезекті жиыны саммиті өткен кезде жаңа басында айтып өткендей әлеуметтік желіде соның ішінде жаңағы фейсбукта енді кейбір жаппай шулап жатады жаңағы түркі одағы құрылатын кез келді тұран одағы деген сияқты. Жалпы қалай ойсыздар осы бізде дәл осындай улап шулайтын әлеуметтік желіде осы бізде ғана ма екен, жалпы оның шулауының себебі неде деп? Енді ол үшін бір мониторинг жүргізу керек та, Өзбекстан қалай бұған қабылдап жатыр, қырғыздар да, мен ойымша қырғыздар да, өзбектердің де жай қарапайым қоғамдық деңгейде қолдайды, қуанады осындай болған уақыттарда. Айтып отырмын ғой, бұл біздің 100 жылғы бұрынғы алға шыққан арманымыз, жаңағы кезіндегі пантүркістік мәселе ол уақыттарда да болған. Сондықтан бұл менің ойымша шындығында да оған бір кереғар пікір айтқан сияқты болмайық та біздікі. Біз оның одақтық тұрғыдағы бірде-бір жұмысын көрмегенімізді айтып отырмыз, және оның жүзеге аспайтын қазіргі уақытта айтып тұрмыз. Бірақ шындығында да мақсатымыз, мен өз басым дұрыс деп ойлаймын әр уақыттарда да. Себебі ең туысқан халық, мүмкіндігіміз мол қазір. Біздер де бір бірігіп, бір үлкен одақтық деңгейдегі мемлекет болсақ екен деген арман бар. Есен жолын сұрап отқан неге осындай кезде пайда болады деген тұрғыда мен оны неден байқаймын? Осындай шаралар өтеді. Сондай уақытта ғана бір билік шаралар өткен кезде әлеуметтік желіге бұрқ етіп осындай нәрселер шығады. Бұл кәдімгі биліктің тапсырысын орындайтын баспасөздің таратып отқан нәрсесі, ақпараттары. Ой, міне бір кездесу болды, екеуі құшақтасты деп, сосын анау бір-екі байрақтардың суретін беріп қояды, міне бүйтейін деп жатырмыз, аяқтан завод салайын деп жатырмыз деп, осыны әр кездесу болған сайын әлеуметтік желіге тастайды, және ол бір емес, кәдімгі осымен шұғылданатын адамдар да бар, кәдімгі топ-тобымен тастайды. Сосын бәріміз елтіп қаламыз оған ше, міне Құдай саласын достық болып отыр досындық деп. Бірақ оның бәрі жай ғана ол имидждік проект, жоба. Меніңше ол жүзеге аспайды. Біз асқанда тілектеспін, мысалы менде ше, ол бәрімізге де сонда бір жақсы одақ болып отырса, ешкім қарсы емес қой. Есі тұрса да оған қарсы болмайды. Бірақ дәл мындаймен ол ешқашан жүзеге аспайды. Жаңа айтып отырсыз ғой, советтік кезеңде билікте болғандар әлі де отыр депті, мысалға. Меніңше олар кеткенмен де болса жалғаса береді. Олар дайындап кетеді, екінші інілерін дейсің. Олар өздерінен өтіп кеткен біреулер дайындап қояды да, олар тағы келіп сықиып отырады. Мысалға, Гейдар Әлиевтің баласы отыр ғой қазір. Ол әкесінен өтіп кетті, құдай қаласа ол тағы 30 жыл отырады әлі ше. Меніңше олай емес, меніңше демократиялық өзгерістер болса, екі мемлекеттің де барлық мемлекеттің демократиялық өзгерістер болып, сонда демократиялық қоғамда өмір сүрсе, онда бұның бәрі оңайырақ шешіледі. Мысалы тұр ғой, Еуропалық одақ. Қанша жыл болды осыларын айтып жүргенде. 50 жылдан басталды. 50 жылдан бері айтып келатыр, өтіп келатыр. Бірақ Еуропа қоғамы әртүрлі болды ғой. Сосын жартысы социалистік мемлекеттердің ықпалында болды. Социалист мемлекеттер болды өздері. Олар бірге алмады, өйткені ананың жүйесі басқа, мынаның жүйесі басқа. Германияның өзі екіге бөлініп тұрды. Бір немістердің өзі бірге алмайтын, одаққа қалай бірге. Соның бәрі ысырып құлап еді. Алар одақ болып бірге салып оп-оңай 92 жылы 91-де бірікті ғой. Сондай болды ғой. Демек, ол анау мемлекеттің билік құрылымына да байланысты нәрсе, қоғамына да байланысты. Жаңа саяси күш келу керек та. Демек, бұл енді біздің биліктің бір жасап отқан белгілі бір деңгейдегі бір манипуляциясы деп. Жоқ, кез келген мемлекет жасайды ғой, бұл мемлекеттің идеологиясының бір бағыты. Өздері біз емес қой, бәрін сөйтіп жасайды. Ол белгілі бір не дейді, классикалық әдіс, тәсіл осының бәрі болып жатқан. Бірақ енді біз бұны сол арқылы бүкіл халықтың бәрін бір енді бастарына ортып алдап сулап отыр демейміз. Біздің де жүрегімізде түріктеп соғады, ол жағы анық. Бірақ бұл билікпенен ондай мәселеге бара алмаймыз, оны да ашық айтуымыз керек енді. Халық біз алдамай, үкімет алдаса алмаймыз. Мен кейде ойлаймын да, егер осындай бір жақсы бір істерді жүзеге асырғың келсе, төменнен бастау керек та. Мысалға бізде ассамблея тұр ғой қазіргі. Оны дұрыс пайдалануға болады оны. Енді кезінде Назарбаев қандай мақсатта құрған бір бөлек әңгіме, бірақ енді соны ақыр құрылып қалған екен пайдалану керек қой, бәрі ақша болып отыр ғой олар. Солар сондай нәрсеге жұмыс істеу керек қой. Сол ассамблеяның біртіндеп әйтеуір басқа республикалармен байланысты ұлт қой оның ішінде де мысалға. Енді тіптен жаңа түркі бірлігіне кірмейді, түркі ұйымына Чеченстанмен мысалға байланысты деген. Мен кейде ойлаймын, анау Кавказдағы осы нелер бар, қарашайлар бар да, олардың әншілері бар, жақсы. Сосын олардың халықтарын шақырса берғай Қазақстанға. Қазақстанға шақыр, көрсет Қазақстанды. Міне біз мынандай мемлекет болады. Қоян қолтық халық араласу керек қой. Осы түркі интеграциясы жалпы осы ұйым мәдени тұрғыдан Қазақстанға нақты не береді деп айта аламыз? Қандай мәдени байланыс береді деп жатсың ғой? Мысалға, мен не үшін қолдаймын дегенде, міне осы тұрғыдан қолданып келеді да, мысалға, осы бір түркі бірлігі деген әңгіме, түркі халықтарының ортақ бір мәдениеті қалыптасты екен деп ойлайсың да. Оның себебі, мысалға, қырғыздардың жазуын мен оқимын да түсінбеймін.
қазір. Қырғыздардың жазуын оқысам түсінбеймін. Сөйлесе түсінемін. Сөйлесе 95% түсінемін. Енді ана 90-нан кейін пайда болған өздерінің терминдері бар, соларды ұқпай қаламын. Қалғанын бәрі түсінікті. Жазса, бірақ мен оларды түсінбеймін. Өзбектердің жазуын оқимын, мүлдем оқпаймын. Сөйлессек түсінемін, мысалға да. Осының бәрі неден? Өйткені осының бәрі шекараны тарсылатып жауып қойдық, бір-бірімізді алшақтадық, бір-бірімізді ұмыта бастадық. 24-ші жылы Совет одағы құрылған кезде 22-ші жылы құрылды ғой. Ленин қайтадан республикаларға бөлді, ол орталық Азия республикаларын жаңағы межелеу деген науқан болды ғой. Сонда Орта Азия республикаларын бөлді шекарамен қазіргі. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан деп бөлді ғой. Сол кезде бәріміз бір-бірімізді қазіргіден әлдеқайда жақсы түсінеміз. Бір-біріміздің сөзімізді, мәдениетімізді өте қатты ұқсайды. Біз қазір қатты алшақтап кеттік. Өте қатты алшақтадық. Егер біз осындай түркі мемлекеттерінің ұйымы осындай нәрселер біріктіретін болса, онда әрине пайда болады бізге. Бізге ол керек. Сол жағынан өте үлкен пайда болады. Сіз қалай ойлайсыз? Бұлайда біріншіден біз мынаны түсініп алуымыз керек. Кеңес үкіметі кезінде бізге беретін ақпарат бәрі идеологиялық бағытта болады ғой. Сондықтан біз жаңағы түрік мемлекеттерінің өздерінің қандай деңгейде, қандай тарихы бар, қандай әдебиеті бар, мәдениеті бар, біз білмедік, шын айту керек. Біз білмедік мүлдем. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін барып, ең бірінші жақын араласатын осы елдер ғой, 5-6 ел енді, түрік елдері. Бізге ол да болған жоқ. Қазір біздің мектепте әдебиеттің екі несі бағыты оқытылады. Қазақ әдебиеті менен орыс әдебиеті. Неге біздің көршіміз Қытай әдебиетінен, неге қырғыздың әдебиетінен білмейміз, Шыңғыстан басқа? Неге біз өзбектің, не болмаса түріктің әдебиетін білмейміз? Назым Хикмет кім десең бір бала білмейді. Әзиз Несин кім десең ешқайсысы білмейді. Біз енді кішкентай жас кезімізде, студент кезімізде оқып өстік та. Сондықтан байланыс бірімізді тануға алып келеді да. Біздің ортақ дүниелеріміз бар. Тарихи бағыттағы ортақ дүниелеріміз бар бәріміздің, бірімізді білмейді. Біз бірімізді байытамыз да. Біз жаңадан шындығында да әйтеуір бір түрік екенбіз ғой деп жаңағы не дейді, Алаштың ұрандарын ғана білеміз да, ал шындығында қалай біз біргеміз? Қай жағынан бізге қалай бөлініп едік, қандай деңгей еді? Осының бәрі кезінде бізге жалған тарихпенен, жалған деректер арқылы берген нәрсені біз қайталап ашуымыз керек та. Ең бірінші қадам осылай рухани тарихи байланыстың бар екенін қоғамның көзі жету керек, қазақ қоғамының. Біз осыған келген жоқпыз, керек десеңіздер. Енді одақты айтып отырмыз да, біз ең бірінші қадамын жасаған жоқпыз. Жаңағы түрік ассамблеясына барған уақыттарда, жаңағы үлкен отырыс қой, сол уақыттарда бізді күтіп алған Туран Язған деген жазушы екен, атақты. Сол бізді күтіп алды. Сонда мен түсіндім, ең бірінші мәдени әдеби байланыстан басталады екен осының бәрі. Түрксойдың аты Дардай, мен айтып отырмын ғой, жалғыз жұмыс істеп жүрген сол. Бірақ оның жасап жатқан жұмысы қарапайым халыққа әлі жете қойған жоқ, мектептерге жете қойған жоқ. Қандай жағдайда, қандай деңгейде жұмыс істеп жатыр, мен жоққа шығарғым келмейді. Және оның басшысы қазақ азамат екеніне қуанамыз да. Қысқасы айтып отырмын ғой, әуел сол рухани тарихи бағыттан бастап, бірімізбен біріміз байланысқаннан кейін барып, бұл ар жағынан халықтың арасындағы біріне бір деген не дейді, жақындық қайталап жаңғыру керек та. Бізде қазір көз ашық азаматтар білетін шығар, айтатын шығармыз. Ал жалпы қоғамдық деңгейде менің ойымша 90% әлі күнге дейін біріміз танымаймыз. Неліктен біздің көретін теледидардың 50-60% Ресей. Қаяқтағы түрік одағы. Түрік телевидениесі дейме бізде? Өзбек телевидениесін біз көрдік па? Қырғыздың телевидениесі жоқ, біз керек десеңіздер бір каналдары. Ең болмаса содан бастамаймыз ба? Түрік халықтарының бірігуі, одақ құру мәселесі солай басталу керек. Ол жоғарыдағы бір 5 мемлекет басшысының қол қоюынан бірігу болмайды еш уақыттарда. Басымызға іс түсетінді ойлаған уақыттарда біз туысқан іздейміз, аға іздейміз, іні іздейміз, бауыр іздейміз. Ол түсінікті. Бірақ бауырласу осы бүгіннен басталу керек қой. 90 жылдан басталу керек ең болмаса. Алғаш жағы мүмкіндік алған уақыттарда басталу керек. Жоқ, бізді басқарып отқандардың бәрі орыс тілді, орыс мәдениетіне емген, сол күйіп отыр. Біз 2008 жылы әлем әдебиетін кіргізіңдер дедік та, оқу министрлігіне, әлем әдебиетін кіргізейік. Білейік та, жаңағы болса, Индияның қандай Рабиндранат Тагор деген адам бар екен, ойбай, мынау неде Бразилияның қандай жазушысы бар екен, Жапонияның әдебиеті қандай. Біз әлі күнге дейін нольміз. Біздің білетіміз Лермонтов, Пушкин, Тургенев, Толстой. Болды, өзімізден басқаны білетіміз. Ешқандай айтып отырмын ғой, бұрынғы кеңес үкіметіміз қазір. Әлі күнге дейін сол кеңес үкіметі. Рухани, тарихи, әдеби байланыста да сол күйі қалды. Мектептің оқулықтарында жоқ мысалға. Ол бала жастан оқу керек қой. Әрине, оған қызық. Тек қана Лермонтов пен Пушкиндерді оқиды мысалы мектеп оқушылары. Әзербайжанның нелер ақындар қайда, түріктің ақындар қайда,
өзбектің ақындары қайда? Демек енді өздеріңіз айтып отқандай бізде тек қана жаңағы ешқандай бір тарихи, мәдени ешқандай байланыс жоқ. Тек жаңағы мемлекет басшыларының жылына білмеймін бір рет па бірнеше рет па кездесіп бір белгілі бір жиын саммит өткізгенмен ғана шектеліп отыр. Ал ол тарихи, мәдени басқа да байланыстарды орнатуға біздегі билік, мемлекет басшылары бір құлықсыздығы деп айта аламыз ба? Құлықсыздығы, ниет жоқ. Саяси ниет дейді ғой. Политический воля деген бар. Саяси ниет болу керек. Көзқарас сояққа деген позиция дейміз, сондай болу керек та. Ондай жоқ. Жағының бәрінің енді имидждік түрі деп қайта-қайта айта береміз ғой. Сол имидждік түрінің келетініміз сол амал жоқ. Төменгі байланыс біріншіден жоқ әлі күнге дейін. Екіншіден жаңағы мемлекеттік деңгейде ең болмаса мәдени байланысымызды орнына қойған жоқпыз. Кейде құлықсыздық дегеннен гөрі құлықсыздық қой болса да, бірақ білімсіздік те бар ғой ол жерде. Біздің жаңағы халықтармен арасындағы мәдени байланыс деп отырмыз ғой. Менталды түрде біз мысалға Қырғызстаннан гөрі біздің билік Ресеймен әлдеқайда жақын. Тез түсінеді бір-бірін. Қырғызстан үкіметінен гөрі біздің үкімет мысалға орыс тілді үкімет бізге турасы айтқан кезде. Орыс тілді үкіметтен сен түріктермен немесе басқалармен жақын дос бол деп айтсаң, олар Ресеймен достасқан әлдеқайда ыңғайлы көреді, бір-бірін тез түсінеді. Ментал жағынан өте жақынбыз оларға. 88 жылдан бастап саяси өмірге араласқан. Мен бұлардың бірде-біреуін көрген жоқпын, қазір билік басында отқандардың бәрін. Бұларға әйтеуір Алла тәуелсіз мемлекетті берді. Өздерінің қарауына соныменен қазір ұстанып отыр да, егер тәуелсіздікті аңсап, ұлтты, түрік халқы дегенді ойлап, сол үшін күресіп жүрген адамдар билік басына келсе, мүмкін сол уақытта жаңағы кім айтпақшы, сен айтпақшы, иә, мынау орыстар үшеуі өз бетімен кетті ғой, біз басымызды біріктірейін дейтіндей адамдар болатын еді. Бұлар ондай адамдар емес. Ол жағда бар ғой. Сосын факты жаңағыдай. Украинаға Ресей кірді, 2 аптадан кейін тоқтатты, қорқып кетті. Енді ана жаққа кіріп жаулап отырса, бізге де кіреді деп, өзі қашайын деп тұрған нәрсеге дәйт деген соң не жоқ деген бар ғой. Жаңа Ресейдің кіргеннен кейін бірден шошып кетті, бірден тоқтатты. Кілт тоқтатты және. Крем деген адам бәрібір кетті. Назарбаевтың кезінде басталды, латынға байланысты 17 жылы күзде басталды дәресінде. Одан кейін 2-3 вариантын өзгертті. Одан кейін Тоқаевтың өзі латын әліпбиінің жетілдірілген нұсқасы деген тағы бір неге қол қойды. Латын әліпбиінің соңғы нұсқасы бар. Оны Тоқаев қол қойған. Кейін содан өзі бастатты ғой. Әйтпесе мүлдем жасамайын деген жоқ ол кісі. Өзі аса ықылас болмаса керек енді, жаңағы соғысылда болды, сонымен тоқтатты. Енді бұл енді жеке үлкен тақырып қой. Иә. Бұл мәселе әңгіме бірақ нәрседе жаңа біздің көтеріп отырған шындығында дегер жалпы түрік халықтарының бір алфавитте жаңағы жазусы болса, иә біздің бір не дейді, болашақта міндетті түрде басымыз тағы қосылар еді деген бір ой қалар еді. Ол мақсатқа да жеткен жоқ. Ол 28 жылы осы мәселе айтылған екен. Алғаш рет біз латын графикасына көштік қой 28 жылы. Соның алдында Бакуде жиналыс болады да, сол уақытта бүкіл тілшілер келген уақытта да осы мәселені көтеріпті. Жалпы түрік халқы бір алфавит жасасақ екен деген мәселе сонда да көтерілген. Қысқасы түрік азаматтарында, түрік өкілдерінің бәрінің жүрегінде бірігу туралы мәселе бар, ол анық. Қазақ қоғамына жалпы осы түрік интеграциясы ұйымы қаншалықты бір өзекті идея деп айта аламыз? Мен үшін өзім бүкіл қазақ жөнінен енді айта алмайтын шығармыз, сөйлей алмайтын шығармыз, бірақ мен үшін бұл шындығында да бір арман болатын. Енді арман мақсатқа айналса жақсы ғой, енді арман кейде арман болып қалмасын деймісің. Мақсатқа айналған мен үшін ол болашақта болса екен деп ойлаймын осындай бір. Себебі бәрібір үлкен-үлкен бірігулер болатын сияқты да келешекте. Әуелі бөлініс болды, одан кейін барып қайталап бірігу, бірін-бірін іздеп табу, үлкен бір мемлекеттік деңгейде құрылым жасау, бірақ құрылым көріп отырған жоқпыз. Мен өз басым армандаймын әлі күнге дейін, жалпы түріктің бірге өмір сүргенін. Асқар мырза, сіз? Қазіргі оқиғалар күнде өзгеріп жатыр ғой. Жағдай күнде өзгеріп жатыр. Мына Украин-Ресей соғысын қарап отырмыз. Егер Ресей әлсірейтін болса, онда біздің одақ құруға, болмаса жаңағыдай бұрынғыдан гөрі жақындасуымызға мүмкіндік бар. Бірақ айтып отырғанымызда жаңағы әңгімеміздің қорытындысы көп нәрсені өзгерту керек, өзінен де бастау керек. Құрайшын армандаған болмайды, оны жүзеге асыру керек. Бірақ ол жүзеге асыру деген бір-бірімен жаңағыдай әуежайдан күтіп алып, жаңағы салтанатты түрде шығарып салу емес. Халықтың өзі араласу керек, бірінші төменнен бастау керек. Мен бұндай мәселені жүйелі түрде жүргізген дұрыс көремін да. Жүйелінің жаңағы бірінші қадам, екінші қадам деген сияқты. Бірінші жаңағы рухани, тарихи, мәдениет түрдегі мәселесі басталу керек. Бізде ол басталған да жоқ. Содан кейін барып келешекте екінші, үшінші қадамға көшеді да, экономикалық интеграция болсын. Ол керек міндетті түрде. Жалғыз су ресурстарының өзі болашақта үлкен айқайға алып келеді. Оны біз
одақ болып отырып, әйтпесе одаққа кірейін деп отырып, бірігіп шешсек, айқайлар азаяды еді оның бәрі. Сондықтан бізге жаңағы не дейміз, бірінші кезектегіден кейін екінші, үшінші кезек келеді. Әрине кей уақыттарда саяси жағдай өзгеріп кеткен уақыттарда бірінші кезекке мүмкін әскери мәселені қойылатын шығар. Қысқасы бұның бәрі не дейді? Қоғамдық, саяси жағдай қандай? Соған байланысты. Біз оны өзіміз шеше алмаймыз. Мен егер өзім шешсем, жаңағы бірінші қадамды жаңағы рухани, тарихи, мәдени, әдеби байланыстардан бастау керек та. Сол жүйелі жүру керек та. Бізде қазір біріншіден қазір бірденен отыр. Мысалы, кеше біздің президентіміз көптеген жақсы нәрсе айтты. Керек десеңіздер жаңағы кибер соғыстың алдын алудың жолдарын ойластырайық, бәріміз бірігіп отырып, жалпы түрік халқына тиетін сөздер бар. Ол да бір үлкен мәселе. Не дейміз? Интеллект дейме жаңағы жасанды интеллект оған арнайтын бірдеме жасайық деп көп жақсы мәселені су ресурстарын да айтып кетті. Айтқандарының бәрі дұрыс, мен 100% қолдаймын да. Бірақ егер біз алғашқыда бірімізді танымай мемлекет, халық біріне бірі жақындаспай, аналардың бәрі қолдан жасалған жасанды одақ болып шығуы мүмкін. Сондықтан мен жүйелі түрде бұл жұмысымызды әрі қарап жалғастырайық. Мен тағы бір жаңалық айтайын, жаңалық деп айтуға болмайтын шығар біраз. Мысалы, осы елдердің арасында қазір Трамп партиясын құрайық деген мәселе көтеріліп жатыр да, мысалы. Түркияда, Әзербайжанда қазір енді сөздер жүріп жатыр. Ішінде біздің Серікжан кім еді? Есенғос. Есенғос. Ол да бар екен, араласып енді кейде келіп бізбен бірге әңгімелесіп кеткен уақыттарда. Бұл да жаңағы не дейді? Төменнен халықтық дипломатиялық тұрғыда да ұйымдық деңгейде жасайық. Өйткені жаңағы партиялар, саяси партиялар, Трамп партиясы кейіннен мемлекет басына келе қалса, бірігуіміз тезірек болады және тиімдірек болады деген сияқты. Сондықтан төменгі жаңағы кезіндегі менің 98 жыл қозғалыс ретіндегі біздің барғанымыз түрік ассамблеясына. Бұл да жағының бір көрінісі. Өкінішке орай ол жоғалып кетті. Сондықтан менің ойымша бұндай мәселелер, бұл жұмыстар тоқтамау керек, жүру керек мүмкіндігінше. Бірақ бұл билік және бұл билікті бастап тұрған адамдар тұрған уақытта бүкіл мемлекеттердің басында. Тек қана Қазақстанда айтып отырған жоқпын. Бұл әзірше арман күйінше қалады. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен де досағаның көзқарасына осы көзқарас келісем. Сосын қазіргі уақытта халықтың негізгі ішіндегі көкейіндегі нәрсе бір әскери одақ болса дегенде арман ғой енді. Әйтеуір орыс пен украин соғысының жағдайында бізге қауіп төнсе қорғап қалатын бірдеңе бола ма деп үміттенеді халық. Бірақ мен өз басым үміттенбеймін. Болғанын қалаймын, бірақ сенбеймін. Біз үшін біреу соғыспайды. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Аман болайық. Жақсы күндерде жүздесе берейік. Ал сау болыңдар. Жақсы.